Қайырлы құрметті әріптестер, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, аталған мәселеге тоқталсақ, осы мәселенің бірінші факторы анықталғаннан бастап департамент тарапынан лабораториялық аналитикалық бөлімнің мамандары бөлініп, Қаракөл көлінің сынамаға тиісті алынып, мониторинг жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келе жатыр. Сынамаларға сәйкес Қаракөл өзінің суының құрамында ластауыш заттар шектаралды концентрация нормативтері нақты фактісі әркімдерге анықталған жоқ. Сонымен қосымша 5-6 қаңтар бұқаралық ақпарат құралдарында шыққан лексикономияның түсіндіру мазмұн құбылдар белгісіз сұйықтықты алу фактісі бойынша мониторинг жұмыстар жүргізіліп, тиісті сынамалардың нәтижелері шыққан. Қазіргі таңда қонақүйге қатысты тексеріс жұмысы тағайындалды. Тексеріс жұмыстары басталды. Қорытындылары заңның аясында берілген уақытта аяқталып, тиісті қорытындылар қосымша бұқаралық ақпарат құралдарына хабарланып жарияланатын болады. Ары қарай да осы жұмыстар жалғасуда, мониторинг жұмыстары жалғасуда деп ол бойынша бізден бұқаралық ақпарат құралдарында 5-6 қаңтар күндері бейнебаяндар таралды. 6 қаңтардан бастап біздің мамандар сынамаларға отырып, 6 қаңтар күні туғы фактісі анықталған. Сол себептен мониторинг жұмыстары ары қарай жалғасып, 24 сағат бойы күзетіліп болды. 7 қаңтар күні құбырдан су аққан кезде сынамалар алынды. Соның зерттеу нәтижесі бойынша бірнеше ластауыш заттардың нормадан тыс артуы анықталды. Нормадан тыс дегенде бірақ олар өзен жағын рұқсат алған кезде жобалық шешімдермен қарастырылған нормативтер. Содан ситуация анықталды. Ол бойынша тексеріс тағайындалды, тексеріс жұмыстары басталды. Қазір жүргізіліп жатыр. Тексеріс барысында енді ол су қайтадан алынған сулар тиісті деңгейде тазарту қондырғылары, қорсыздандыру қондырғылары жұмыс жасады ма, неліктен ол себеп шықты, неліктен нормадан асып барлық жауаптылықтар анықталып, тиісті қорытынды шығарылып, егер анықталған жағдайда тиісті шаралар қабылданатын болады. Сол жерде анықталған мына шамадан тыс арту кеше соңғы нәтижедегі сол осы құстардың өліміне себеп болуы мүмкін ба? Өміріне әсер ете ма? Ол бойынша біз маман ретінде жауап беру тікелей қиын. Мысалы үшін құбырдың өзінен алған кезде нормативтерді жобалармен салыстырғанда асып тұр, қасында судың өзінен салып алып, Қаракөл нормативтерін заңмен белгіленіп салыстырғанда асу фактісі анықталған жоқ. Бірақ соған қарамастан біз кеше ғылыми зерттеу институттарының орнитолог, биолог мамандар келді, солардың материалдарын қосымша беріп, жан-жаққа қаралып отыр. Қорытындыда бұл сұраққа да жауап береді.